қалай 1 минуттың ішінде дәл осы жалауды Blender бағдарламасымен жасай аламыз? Алдымен бізге plane объектісін алу керек болады. Plane объектісін алып болғаннан кейін дәл осы plane объектісінің өлшемін жалаудың өлшеміндей келтіріп аламыз. X бағытындағы 90 градусқа бұрамыз. Ол үшін біз transform бетіндегі rotation бағытына өтеміз. Rotation'да қарайтын болсаңыздар X деп тұрады. Осы X бағытындағы 90 деп жазамыз. Градусы 90 градусқа бұрылды. Енді біз G және Z бағытын басамыз және 1 деген санды басамыз. Бізге тап батырмасын басып, бұл plane объектісін бөлу керек болады. Ол үшін мен мишканың оң жағын басамын және subdivide деп тұрады. Осы subdivide бетін бір басқан кезде бізде бір кескіндеме шығады, сегментке бөліп тастайды. Сонда астына қарайтын болсаңыздар subdivide деп тұрады. Осы subdivide'да number of cuts деп тұрады. Осы жерде бізде бір санын көріп тұрмыз ғой. Осы бір санын біз 20 сан деп өзгертіп аламыз. Сол кезде біздегі plane объектісін 20 бөлікке бөліп тастайды. Енді мен белгілегендей тек қана plane объектісінің шетіндегі нүктелерді ғана белгілеп аламыз. Бізде vertex group дегенде плюс батырмасын басып группа ашамыз. Сонда біздегі async деген батырманы басамыз. Біздегі мұндағы нүктелердің бәрі активация етілген жоқ. Мұндағы нүктелер ғана біздегі async группқа тіркелді. Сонда біз тап батырмасын басып шығып кетеміз. Physics бөліміне өтеміз. Physics бөлімінде біз cloud деген батырманы басамыз. Осы жерде қарайтын болсаңыздар, астында бізде shape деген болады. Осы shape'те біз pin группқа біз жаңа қосқан группаны қоямыз орнына. Және астына түс қарайтын болсаңыздар, collision деп тұрады. Осы collision батырмасын басамыз. Collision батырмасын басқаннан кейін бізде self collision деп тұрады. Осы жерге галочка ұрамыз. Бізде жалау дайын, жасанды жел қосамыз. Ол үшін forest fly дегенге өтеміз және wind дегенді басамыз. G және X бағытына қарай жылжытып аламыз. Rotation'ды алып, дәл осы бұрып аламыз. Флагқа қарай дәлдеп stretch'ке, бізде stretch'де 1 деп тұр, осыны 3000 деп жазамыз. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен бірге бұдан да керемет видео түсіретін боламыз.